Ұлы патшайым, парсылардың патшасынан елші келіпті. Кірсін. Ұлы патшайым, патшалардың патшасы Локирдің елшісімін. Сені көргеніме қуаныштымын. Сұхбатымыз ұзаққа созылған шығар, солай ма? Оны патшаның көңілі білсін. Патшалардың патшасы саған тілхат жолдап отыр. Тыңдай бер. Мен Кир, патшалардың патшасы, төрт құбыланың әмірі, жасын мен найзағайдың есі Камбиздің ұлы, Құдайдың оң қол Ахименнің ұрпағы, Парсы елінің патшасы саған айтарым. Иығыңа бақыттың самыр құсы қонды. Маған қатын болуға саған мұрсат беріп отырмыз. Мінеки, сенің ұлы даражанның хатқа түскен куәлігі. Сондықтан да патшалардың патшасы сені өзіне жар болуға мұрсат беріп отыр. Ендеше патшайымды сен де тыңда. Менің артымда енсіз ел жатыр. Бүкіл елді қатын қылып алуға патшалардың патшасының әуселесі жетпес. Патшалардың патшасы Локирдің жасағы аспандағы бұлттан қалды. Оған жүздеген пілдер мен жезінемен жарақталған нөбилерді қоссаң, сақ даласында ат тұяғында жыртық қалмас. Ал сенде бар болғаны бөрі тымақты мың сарбаздан басқа не қалды? 15 оқ, 15 сақ түгел атқа мінсе, даланың қаулап өскен жусарындай санына ешкім жеткен емес. Март, айта қойшы, біздің даламыз сияр, қорғаның бар ма? Жоқ, патшайым. Біздің аспанымыз сияр, сарайың бар ма? Жоқ, патшайым. Сарай мен қорғанға тығылған тулақтай жұрт. Сары далаға сыймаған сақтарды қорқыттық. Бар, жолың әлі. Патшайым, ол сенің соңғы сөзің бе? Ойлан. Жоғал, әкелдіңдер мұнаны. Тиісуші болма. Тиіспе. Локир өзінің тағында өз шұғыласын күтіп, түнеп отыр. Мұнаның есі ауып кеткен шығар. Қужаны қинамай жаққаннамға аттандырып жіберіңдер. Анашым, ұлы падишам, маған бөрті мақсының қолын түйілді. Кирді жер жастандырам. Балқаш, сен етіз. Алдымен Спаргаписке бөрті мақтыларды берейік. Олар өріспей, беріспейді. Арзан санағанда да она жал. Адам құтқарады. Мен өлімнен қорқып тұрғаным жоқ. Кешір, бекзадам, жеңілмейсің. Қорқақ деп тұрғаным жоқ. Патшайым, қасына қыздар ертіп ал. 5000 даналықтарды алып алсақ, о Кирді Сейхундақ тоқтатамыз. Оғанға дейін массақтарда қол жинап үлгереді. Ең бастысы, оны көпірден өткізбеу. Естіңдер ме? Балқаштың бұйрығы қалқысы орындалады. Барыңдар. Елесте жоқ. Тамырымды кім басар? Тағдырымды кім айтар? О, Құдайым айтшы, бүгін кім жеңеді? Кім өледі? Екін демейсің. Анашым, ұлы падишам. Не боп қалды? Парсылар өзінен өтіп кетті ме? Балқаш қайда? Білмеймін, Балқаштың қайда екенін білгім де келмейді. Мен жағадан өз жасағымды алып кеттім. Дайылықтар дайын тапқа құмар ғой, көрсін қорғап сол тақты. Не деп тұрсың ұлым-ау? Ұрыстан қашып шықтың ба? Қашқын болдың десеңші. Бұл ештеңе етпес. Парсылықтар өлімді Сейхундан іздесін. Бізге қауіпті төндіретін Парсының патшасы емес. Көп болса келді кетті. Қауіпті Балқаштан көт. Бәріміздің шетімізде неше тұра? Бүкіл тұранға патша болмақ. Келе жатыр. Кімдер? Берік бол балам.
Ел үшін мен де құрбан ашамын. Бүгін ел үшін сен де құрбансың. Ақылға көнбейтін, атаққа сыймайтын іс қылдың. Қайтеміз, соғыстың аты соғыс. Оның заңынан адам, патша да бұза алмайды. Кешір. Не айтып тұрсың, анашым? Патшайым, патшалар бері жағы өтіп кетті. 5000 данықтан қалған жалғыз өзім ғана. Бөрі тымақтар ұста кірген жоқ. Оңғана да шық қалды патшайым. Білемін, кесімін айтыңды. Оны өзің де білесің. Мен айтсам, өлім. Бекзат Аспаргатис, сатқындығың үшін өлім жазасына кесілдің. Тоқтатыңда. Патшайым, мұның еті сенікі болғанмен, сүйегі менікі. Қолдарың қалтыраса, мен ақ көзін жоғалтайын. Тоқтат! Балқаш былай тұр, масақтардың заңын кім бұзса, оған да өлім. Бұл баланың шыққан тегі дайла. Мұның заңында дай, бізде де заң бар. Менің датымды тыңдамай тұрып, бірде-біреу маған қарсы шығатын болса, сол өзінің қолымнан мерт болады. Тоқтатыңдар! Біріңді бірін турап құртатын түрлерің бар ғой. Парсылардың патшасы бекерге ат сабылтқан екен ау. Балқаш, ұлымның сүйегі менікі дедің ғой. Рухың бір болғанымен ұраның бөлек. Елің кесім сенің. Елден қолсын. Мен өз елімнен ешқайда кетпеймін. Өлімді өз топырағынан табамын. Балқаш, Құдай патшасы, елге қайтып оралшы болма. Шарыңды жер білсін. егер шар жерім осы болса, қонар сайым осы жер болса ше. Балам, өз басыңа өзің өлім тілеме. Әке, мен қамшылық қарусыз қалай шығам? Маған қанжарыңды бер. Не, ала ғой ұлым. Бірақ бұл тай патшасының қару екенін ұмытпа. Арманым бұны қолыма бір ұстау еді. Тәңірім зұған бер. Не істедің ұлым? Сенде ананың жүрегі, әкенің білегі бар еді ау. Өкінішті. Әке, сен жаралысың ғой. Иә, бір жебе сырып өткен. Бұл жебеге ұжатқан ардышыр. Әлі маған қанша уақыт қалды? Білмеймін, әке. Мен саған ұқсап бақсам деп едім ғой. Өмірде екі балқаштың артық болады деп, екеуінде жоқ қылды ма? Сарбаздар! Спаргапистің денесін Жетісудың ортасына апарып көміңдер. Маған да сол жерге орын дайындап қойыңдар. Біз әлі өлген жоқпыз. Мынау кері далаға 1000 рет қайта ораламыз. О, Тәңірім! Маған тағы бір ақырғы майданға мұрсат бер. Жебенің уын тарта тұр. О, Тәңірім! Тақсыр, парсылар талқандалды. Бұл жеңіс қасіретпен пара-пар. Қаза тапқандар қаншама. Менің 700 сарбазынан 7 оқ қалыпты. Балқаш қайда? Патшайым, патшалардың патшасы ұлы кер өлді. Бірін қалмай таранды. Ол қасиетті көк аспан, құдіреті күшті Тәңірім. Үн қатпағаның осы екен ғой. Балқаш, рухыңа бас ет.
Сен менің жартыкты жалғызым. Патшалардың патшасы ұлы Кир. Құмартқаның сақтың қан еді. Жақсылар мен жайсаңдар, көк сүңгіл сарбаздар, торсыққа Кирдің басын салыңдар. Ішіл парсының қанына толтырыңдар да еліне қайтарыңдар. Қан ішсінде жан жай тапсын. Сақ біткен сақтың сары даласына ендігәрі ешкім бас сұқпасын. Сақтың сары даласын ешкім жықпасын. Тұранның туы, Тұранның қасиетті туы енді ешқашан жығылмасын. Балаңды да, байыңды да құрбандыққа шалдың. Сүйгеніңнің басын алдың. Патшайымым-ау, жападан жалғыз қалдың ғой. Сонда өзіңе не қалды? Сақ деген ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы, жер қалған жоқ. Жақсылар мен жайсаңдар, көсемдер мен көк сүңгілі сарбаздар, Балқаш батырды, Спаргаковты жетісудың тең ордасына күміс табытқа салып көміңдер. Өлгенімізді ешкім білмесін. Сақ біткен бізді тірі деп түсінсін. Біз сары далаға әлі сан рет ораламыз. Апайларымыздың дайындауымен Томирис деген қойылым болып өтті. Біз бұл қойылымды ұзақ күткенбіз. Балалардың ойынын көргіміз келген. Жақсы ойнап шықтыңыздар. Актерлік шеберліктеріңіз жақсы екен. Көп рахмет айтамыз. Өкініштісі көп адам көре алмады. Ойындарыңызға рахмет. Әлі де таланттарыңызды шыңдай беріңіздер. Сіздерге де келгендеріңізге рахмет. Осы бойынша мақаланы Мұрат қымбат дайындайды. Сіздерден сұхбат алса да болады. Жақсы рахмет.